өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлесе, оған таңғалатын ештеңе жоқ. Қазақ тілі ол біздің мемлекеттік тіліміз. Қазақ тілінің болашағы қандай болады? Сол тілдің ішінде біздің мәдениетіміз, дәстүріміз, яғни толықтай жатыр. Егер де біз солай бір негативпен адамдарға айтсақ, олар мүлде тілді үйренбейді. Ауылда өстім, ауылдың қызымын. Көкшетаулық Милана Тарасова ақмолалықтарға мемлекеттік тілді үйретіп, қазақ тілін әлеуметтік желілерде дәріптеп жүр. Милана Тарасова Қазақстан Халқы Ассамблеясының мүшесі, қоғамдық келісім мекемесінің жанындағы қазақ тілін оқыту орталығының төрайымы және де мәміле сөйлеу клубының жетекшісі. Жалпы осы қазақ тілін үйренгісі келіп, бірақ әлі де бастай алмай жүрген адамдарға қандай кеңес берер едіңіз? Енді қандай кеңес дегенде, ең біріншіден бастау керек. Енді адам бастаса, одан қарай алып кетеді. Мысалы, өмірде әртүрлі жағдайлар болады. Мысалы, көбінесе үлкен адамдар, олар сол кезде, яғни өзінің кезінде орысша мектепті бітірген. Бірақ оларда бәрібір қазақ тілі болған. Олар бәрібір өздері білет тілді. Бірақ сол тілді сыртқа шығару керек. Оны мысалы бір сөйлеу бастау керек. Яғни адам бастап сөйлесе, немесе бір фильмдерді қарап, өзі бір кітаптарды оқыса, өзінің бір қызығушылығын оятса, немесе мысалы басқа бір адамнан үлгі, мысалы біз сондай адамдарға мотивация беру керекпіз. Милана, жалпы осы біздің елімізде, әсіресе солтүстік өңірлерде мемлекеттік тілді толық меңгермеген немесе мүлдем сөйлемейтін адамдарды қатты сынап жатады. Оларға сенің намысың жоқ, мәңгүртсің деп басқа да сөздер, қатты сөздер айтылып жатады. Оған көзқарасың қандай? Негізінде, егер де біз солай бір негативпен адамдарға айтсақ, олар мүлде тілді үйренбейді. Біз керісінше оларға өзіміздің қолдауымызды көрсету керекпіз. Мысалы, басқа оңтүстікте көбінесе енді бүкіл өзге ұлт өкілі болса да, бүкілі қазақша сөйлейді. Яғни біздің өңірде де солай өзге ұлт өкілдері қазақша сөйлесе, оған таңғалатын ештеңе жоқ. Себебі, мысалы, мен өзім TikTokқа стримдерге кіргенде, мысалы, менен сұрайды, қай жақтан боласың деген сияқты. Көкшетау десем, оларда сол жақта көбінесе орысша сөйлейді деген, яғни оларда сондай қалыптасқанда. Ал мысалы, және де мысалы, сондай адамдарға түсіндіру керек та, мысалы, егер де біз осылай айтып жатсақ, егер де біз адамдарға солай айтып жатсақ, яғни олар тілді үйренбейді, керісінше біз сол адамдарға үлгі болу керекпіз. Жалпы осы біздің мемлекеттік тілдің басты артықшылығы не де сен үшін, мысалы үшін, сен несімен қызықтырады сені қазақ тілі? Ең біріншіден, қазақ тілі ол біздің мемлекеттік тіліміз. Екіншіден, қазақ тілі өте бай тіл. Біз мысалы айтамыз, тілді бөлу керек. Бірақ сол тілдің ішінде біздің мәдениетіміз, дәстүріміз, яғни толықтай жатыр. Әрбір біз және де осы дәстүрлерді, салт дәстүрлерді одан әрі біз көрсету керекпіз. Себебі көбінесе біздің облысымызда жастар сондайды білмейді. Мысалы, бір мерекені алсақ, Наурыз мейрамы десек, мысалы, қандай тағамдар пісіріледі десе, көбінесе жастар соны білмейді. Яғни біз соны оларға көрсету керекпіз. Қандай ұлттық ойындар бар, яғни сол жағында насихаттау керек. Тіл мен дәстүр қатар жүреді. Ал Милана, енді жеке өміріңе келсек, TikTok'ында бір видео салыпсың, күйеуім, болашақ жарым қазақ жігіті болады деп. Сол туралы айта кетсең, жалпы ата-анаң қалай қарайды ол шешімге? Менің ата-анам ондай шешімге жақсы қарайды, себебі менің мінезімді біледі. Яғни, мысалы, мен ата-анамен ақылдасып айтқанда, ата-анам айтқанда, мен ата-анам қарсы болған жоқ. Біздің отбасымыз ол кәдімгі бір қазақи отбасы десек те болады. Яғни біз өзіміз ауылда өстік. Тіпті мен әкемнің құрдастары, анамның құрбылары деген сияқты ортамыз бүкілі қазақтарда, менің ата-анам ондайға қарсы емес. TikTok парақшаңда ауылдан көп видеолар салады екенсің. Ал осы өмірде, егер де ауылға барып, ауылға тұрайық деген ұсыныс келсе жігітіңнен, ауылды жерде тұрып, сиыр сауып, мал бағып, сондай өмірге келісер ме едің? Өте қызық сұрақ.
негізінде мен ондай жұмыстан қорықпаймын, себебі мен өзім ауылда өстім, ауылдың қызымын. Яғни ең біріншіден ол екі адамның арасындағы түсіністік болу керек, махаббат болу керек деген сияқты. Енді ол мен айта алмаймын да, мысалы барам, бармаймын, бір Құдай біледі енді соны. Қай жаққа мен тіпті шығатынын да өзім білмеймін. Жалпы сиыр сауып білесің, иә? Иә. Ауылдың өмірінен қорықпайсың, иә? Жоқ. Қазақ тілінің болашағы қандай болады? Сен дәріптеп жүрсің, оқытып жүрсің, шәкірттерің бар, қазақи ортада жүресің, білесің, мысалы үшін қоғам қалай қабылдап жатқан, болашақта қандай өзгерістер болады? Енді ұстаз ретінде сенің ойыңша? Менің ойымша, тіпті біздің өңірімізді алсақ, яғни қазақ тілінің болашағы өте сондай жарқын болады деп ойлаймын. Себебі қазірден бастап, мысалы біз бір 4 жыл бұрын алсақ, яғни сол кезде қазақ тілі олай дамымаған. Ал мысалы қазіргі кезде қазақ тілін одан әрі кеңейіп дамып жатыр. Яғни одан сайын мысалы өзге ұлт болсын, өзіміздің ұлтымыз болсын, яғни олар қазақ тілін насихаттап жүр. Және де мысалы қазіргі осындай әлеуметтік желілерде мен де сондай сұрақты көтерген болатынмын, балабақшаларды қазақ тіліне ауыстыру деген сияқты. Яғни біз егер де қазір балабақшалар қазақ тіліне ауыстыратын болса, яғни 5 жылдан кейін тіпті мектеп те қазақ тіліне ауысады. Яғни одан бір 5 жылдан кейін адамдар тілді одан да көп меңгере алады деп ойлаймын. Толық меңгереді. Бүгінгі күндегі аралас балабақшалар болмау керек деп ойлайсың ба? Негізінде иә. Рахмет үлкен Милана сұхбатыңа. Келешекте мемлекеттік тілді дәріптеу жолында толағай табыстар тілейміз. Жемісті еңбек тілеймін. Рахмет.